Red flag дейтін ұғымды білесіз ба? Қалай? Red flag. Жоқ. Қазіргі жастар арасында өте ауқымды тарап жатқан red flag. Оның қазақшасы қалай, сипаттамасы қалай айтса болады? Жоқ, жалпы red flag деген кез келген адамға ол мүмкін, көбіне адамға айтылып жатыр қазір өзіңе ұнамсыз қасиет. Сен қолдамайтын, сен қабылдай алмайтын қасиет. Мысалы, жігіттің сараң болуы, red flag дейді. Мысалы, мынандай екен қазір, енді бойдақпын ғой, қыздар, мен енді тағдыр қалай айдап келетінін білмейсің, енді ата-ана мен тұрып қаламын дейтін ұғым бар ғой, енді осындай тұрып қалатын шығар, мүмкін деп айтсаң, ой, сен red flag. Тұру керек, сен red flagсың дейді. Жастар қыздар сөйтеді қазір, сен red flag, сен келмейсің бұл. Ол не деген сөз? Сен ата-анаңмен тұрайын деп жатсың, соған байланысты сен red flag боласың ба? Ағамай. Red flag деген... Мысалы, қызбен сөйлесіп жүремін, сосын ол мен айтады, бөлек тұрамыз да, жаным, бірге тұрамыз да дейді, ата-анамен бөлек па, бірге. Мен айтамын, әрине, жаңағыдай жұмысым осында болып, бөлек тұратын болса, бөлек тұрамын. Егер ата-анам қолғабыс болып, егер сол жаққа қайту керек болса, бірге тұратындай жағдай тағдыр айдап. Қазірдің өз әңгімені созып тұрсың, сен осы бірге тұрасың ба, тұрмайсың ба, соны айтсың? Жоқ, мен әкеше рұқсат берген, бөлек тұра бер деген сияқты. Сен біздің бала емес. В общем, red flag қай жерде айтылады? Түсінікті тілде, ой, қойшы сені ғой, былайша. Сен онда менің адам емессің. Егер ата-анаңмен тұрсаң red flagсың ба? Ата-анамен тұру дейтін ұғым уже red flag. Кейбір қыздар, например, кейбір адамдар үшін. Мысалы, тағы да онда пожизненный red flag болып кеттің. Мысалы, мен жігіт романтик болмаса red flag екен. Сен red flag, сен романтик емессің дейді. Ой, ол ата-анаңмен тұрумен романтиканың не қатысы бар? Әртүрлі нәрселерде. Мысалы, мен Дидарды футболға жібермеймін десе, Гала маған айтады, ой, red flag, кетші жібермеймін. Кез келген жағдайда. Оны өзін ұнатпайтын, өзі қаламайтын нәрсеге солай айта салады red flag дейді. Қызғаншақ болсаң, red flag дейді. Значит, ондай жігітке жоламау керек қызғаншақ. Қалай ол қызғанбауға болады? Қыздар сөйтіп сондай қазақ. Онда қыздардың өзі red flag екен. Қиын. Ондай қыздар сөзде. Вот, түсіндіңіз. Вы в теме. Да. Red flag болу деген оп-оңай десең. Оңай аяқ асты. Өзіңіз түсінбей қаласыз. Биде өткенде биттім. Мысалы, енді қыз бала тамақ жасау алдыңғы шығарымдарда солайтын. Мен үшін қыз бала тамақ жасай алу керек дедім да. Әлбетте. Сөйтсем биде бәрі астына жатқан Гала red flag. Не үшін саған тамақ жасау міндетті емес ол саған дейді. Қиын. Қиын. Жастар қиын қазір. Қиын ғой ол масқара ол деген. Ол өзі табиғи нәрсе ғой, әйел адамның тамақ жасау керек екені. Бала тәрбиесін, үй тәрбиесін. Енді оны білмесе үйренеді ғой. Әрине ғой, ол енді уақыт өте келе. Бірақ бұл кісі басты талап тамақ жасай білу келгеннен бастап дейді. Білу керек қой, ол үйден сөйтіп көріп, мысалы енді әртүрлі ғой, жаңа айтпақшы, ол келгеннен кейін үйренеді. Менің үлкен келінім, мысалы, біздің үйге келген дейін тамақ істемеген адам екен. Тамақ істегенде бәсе постоянно құлағында телефон тұрады. Сөйтсем, мамасынан сұрап, біздің үйден келіп, біздің үйден бастан ғой тамақ. Бірақ өте дәмді. Содан кейін бір менің байқағаным, жалпы енді әйел адамның қолы тәтті болады, немесе болмайды. Ол қанша жерден жаңағы қосымшаларды қосқан сады, қанша әдемі қылып жасақсы кезде, қолының дәмі жоқ па, дәмі жоқ болды. Сондай бар ғой ондай. Аға, қызды қалай таңдаймын етін? Саусағын берші. Қолың тәтті. Саусағын не аласың, тамақтың дәмін көрің. Сіз қолың дәмді деп атсыз ғой енді. Жоқ. Тура мағынасында түсінесіз. Шын мәнінде солай екен, әйел адамдарда солай болады екен. Енді в основном бізде қолы дәмді ғой, біздің қазақтың тағамының өзі дәмді. Тұрсынбек айтады ғой көп жерде. Шынымен ғой енді ол. Ет салдың, тұз салдың, болды ғой. Пияз ба, картошка ма салдың, салмасаң олды қалды. Соның өзі дәмді ғой. Ал енді мына жақтағы, шығыс жақтағы елдер қаншама нәрсені қосып тұрады, бәрібір соны бір тартқыншақтап жей алмай тұрасың ғой. Сондықтан біздің қыздардың қолы өте дәмді. Арасында енді кездесіп қалар. Дәл сол кездеспесе екен деп тілеймін саған. Таңдаған тазға жолығады деп, red flagқа жолыққан жүрме тағы. Болды, аға ұстап алды біздің толқында. Кринж дегенде айтса жаңа аға. Оны айтып қоймаған кринж дегенде. Кринж дейтін андай
андай кринж ят емес. Ят, ыңғайсыз, Ыңғайсыз яттау. кринж заттар болуы Қандай да мүмкін. бір іс-әрекет, Іс-әрекет, сіз сен ұялатын табиғатына жат. ыңғайсызданатын. Иә, мысалы мен жасыма сай емес бірдеңе Кринж болып кринж қалды. болып қала ма? Иә. тура солай. Қазір сіздің өзі сөйлеп отырғаныңыз кринж болуы мүмкін біреуге. Жоқ, біреуге Жоқ, жасыма сай емес деп. Біреу үшін. Иә. Жұбаныш аға келді и бір жақсы бірдеңе айтамын атсам кринж ред флаг деп отыр деп айтады ғой. Мысалы біреулер әртүрлі нәрсе. Сондықтан да ғой мен осындай жерге көп келгім келмейді. Жоқ аға, керісінше ғой. Қайта біз бірақ енді көрермен ол ондай енді емес. кринж болып қаламын деп қашып өмір сүрмейміз ғой енді құдай сақтасын. Бірақ бәрібір осы кезде біз жас емеспіз. Өзі 30-дан асқан соң жігіт жас емес. 70-ге келіп жастық жалынан айырылғысы келмей қуып жүретін біреу бар. Ал 30-дан асқаннан кейін өзін ерекше басқаша жауапкершілікпен ұстайтын жігіт бар. Сондықтан Жансай айтпақшы, жаңа кринж емес, жасыңа сай, адамның жалпы әнші болсын, кім болсын, жас есейгенде бойында зиялылық болмаса, ол өте қиын. Өмір бойы кринж болып кетуі мүмкін да. аға, сіз green flagsыз. Green flagsыз. Green flag білесіз ба? Жасыл жалау. Жаңағының несі ғой? Жақсы Ана түрі. red flag, green flag. Green flag. Сіз енді сол әңгімеңіз бар. Сондай вот. Бұны негізі бізде онша білмейміз, өз арамызда айтпаймыз. Бірақ бізден кейінгі жаңа сіз айттыңыз ғой бір жаңа анау бір мақсат қойып соған бірдеңе штальт деген. Гештальт. Гештальт. Қандай гештальт? Гештальт дейді. Жабылмаған нәрсе ғой ол адамда. Мақсат қалау. Орындалмаған. Соған билғы гештальт ұялам деген сияқты әңгіме ғой. Гештальт жоқ. Мен сондайлардың коннект деген сөздерді жайлап үйреніп келе жатырмын қазір. Жоқ, аға, сіз үлкен аға буындардан келген алғашқы қонақтардың бірісіз. Негізі сіз наоборот жастармен кішісіз, тфәй қуанамыз бар ғой. Мен осы жастармен байланыс ән арқылы ғой енді бізде. Бір концерттерде әсіресе жастарға арналған бір Астанада бір концертте кәдімгі барлығы қосылып 400 адам бірге менің әндерімді шырқаған кезде мен таң қалдым. Мирастың концертінде біз болдық. Иә, Мирастың концертінде мысалы бәрі мен деген ананың барлық шумақтарын қайырмасына деген сөздердің бәрін біліп айтқан кезде коннект бар екен ғой деп ойладым. Мен де. Қандай химия десеңізші арада. Оған енді басқа маған коннект керек жоқ. Менің әнімді түсініп, сөзімді түсініп, әңгімемнің парқына барып тұрса одан артық не керек одан артық. Сол жерден қуат алдыңыз да сол стадионнан. Иә, әрине ол. Одан кейін 34 жыл бұрын Республика сарайында бердіңіз, иә, концерт? Иә, мен өмірімде бірінші рет 49 жасымда бердім концерт. Сол таң қалдық бірінші рет. Мен де таң қалдым соған. Оған дейін енді әртүрлі. Қорқыныш болды ма? Неге бермедіңіз? Жоқ, ана мен де ылғи да айттым, репертуарға байланысты ғой. Бір әнің Нурикамал танымал болды екен деп Нурикамалға бола концерт қойып, сосын ар жағындағы айтатын 19 әнің ешкім білмейтін, өзіңде онша ұнатпайтын әндерді айтып тұрған деген трагедия. Ол деген үлкен. Жаңағы өзің істеген қиянат қой бүйтіп айтсаң. Ал қазіргі әндер мен айттым жаңағы үш композитордың әндерінен базын қостық. И осы үлкен концерт бердіңіз. Әрбір айтқан әніңді шын жүректен рахаттанып айтқан деген қандай рахат. Және осы мен үлкен ұлым Айбектің музыкант болып өсіп, сол менің музыкама ие бола алатындай жағдайға келген кезде соның барлығы бір тоғысып сондай бір ретімен болды да Жансай. Сондықтан мен оған ешқандай өкінбеймін. Керісінше өте дұрыс болды ғой деп ойлаймын. Дұрыс болған шығар шынында. Иә, сонымен 49 жасымда концерт енді қазір жылда концерт қойғым келіп тұрады дейді. Әдемі. Сондықтан Музкафеде концертке кел. Сол жерде өз белгілі. Бәрі Музкафеден басталған. Менің жаңағы Жұмажан Қалтай деген біздің бас продюсер сол жігітке айтқан, екеуміз жолықтық та сосын не болып кетті Жаке деді. Жақсы бір музыка, жақсы ән, бір дұрыс ой қалыптастыратын музыка не істейміз енді, қалай осылай кетеміз бе той томалақтың төңірегінде. Сосын мен айттым, Музкафеге кел, концертті көр. Кеттік десең кеттік, жарамайды десең жарамайды, оған ешкім ренжімейді. Көрді, Жаке кеттік деді. Содан кеттік. Содан менің концертке деген махаббатым басталып, Green Flag болып. Әдем болды, біз қолдауға дайынбыз әрқашанда. Бұйыртса, баршаңыз шақырам бір
ана Музкафе деген жердің инстаграмына жазылып қойыңыздар, сол жерде біз айына 3 айда 2 Сізге айда жазылса да болды ғой, сіз Жұбаныш ағаның парақшасына жазсаңыздар информация шығып отырады. иә Иә. Мираспен жасаған коллабыңыз сияқты маған осы аға буынмен қазіргі жастардың жасаған коллабтары қатты ұнайды. Роман, иә? Жаңағы Жоқ, роман бар. сәтті болып тұрса, күшті да ол, жарасымын тауып тұрса керемет болады. Кейде бір жарасымсыз болып қалса, көңіл біртүрлі Кринж болып қалады. қандай болып қалады? Кринж. Кринж болып қалады сәл. Алдағы уақытта жас буынмен фиттарыңыз бар ма, аға? Келе жатқан? бар, біраз жаңағы ұсыныстар да бар, көреміз бұйыртса. Енді қазірден былай жасап жатырмыз, былай жасаймыз деп айтпай ақ қояйын, бірақ жалпы мен өзім де өз жағымнан да мен жастарға өте ашықпын. Кез келген әрине жаңағы жарасымды болса ғана. Жастарға ұнауым керек, жастардың ортасында жаңағы жастардың аудиториясына кіруім керек деп өзімнің болмысын жоғалтып алсаң қиын ғой. Вот сол кезде жаңағы ред флагтың көкесі сол кезде болады. Или кринж бет қайсы? Екеуі де ред флаг емес, енді кринжға келеді. Келін жайлайтын сіздің қателеспесек, рас па, сіздің келініңіз итальянка? Мен келінім итальянка. Екінші келінім Қызылорданың Қармақшы ауданынан. Әдетке күріш, кешке паста. Таңертеңге өзіміздің кешегі түнде қалған тамақ Өте шүкір ғой. Италия ұлтымен ментал қалай келісті, түсіністіңіздер? Біздің үлкен шетелдерде оқыды, сол жақта. Менің келінім де музыкант, пианист. Үлкен ұл гитарист, кейінгі ұлым актер. Сол өзіміздің төңіректен ғой барлығы. Ал енді мына бала өсіп келе жатқан кезде қай жолды таңдайды, сол өз жолын таңдап біліп тұрса керемет. Ары қарай сені тек қолдап қана жібересің, болды. Ал енді әркім әртүрлі өседі ғой. Біреулер өз жолын таба алмай тұрса, ол қиындау болады. Сосын кейін мен айтар едім, отбасында кішкентай кезінен баланы сен мынандай боласың, ой біздің пәленше врач болады, ой түгенше мұғалім болады деп өйтіп өсіруме керек екен. Оны алдынан бастап, алдын ала өзің жаңағы, содан кейін балада анандай қалыптасады, ол әкем мені врач болады деп айтты ғой, енді сондай болуым керек деген сияқты адам өзіне мақсат қойып қойды, бала кішкентай ғой. Сол нәрсе қиын екен. Сол әңгімелерге абай болу керек екен. Бұлыңғыр кезден бастап келеді. Жаңағы Италия тақырыбына. Италия қызық болып отыр кісіге. Енді мыңнан бір, миллионнан бір Италияның халқы да ол келетін жағдай ғой бұл ситуация. Бізге табиғаттас, бізге ұқсас. Келе ма? Кәдімгі эмоционально сондай ән айтса да бірге қосылып деп осындай жарқын ба? Өткенде ғана бір әңгіме естідім да, мына певучий кәдімгі дауысы бар, кәдімгі әнші халық, ол бірінші Италия, одан кейін Грузия, грузиндер дейді, және қазақтар дейді. Біздің қазақтың да дауысы масқара ғой негізі. Ой, 6 қырдан асады ғой біздің қазақтар ән айтып айқайлаған кезде.